Біздің Нұр-Сұлтан қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы арқылы адам саудасының құрбандарына арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы қаржыландыру жүзеге асырылады. Бұл негізгі қызметті үкіметтік емес сектор, яғни қорғау үкіметтік емес ұйымы жүзеге асырады. Бұл орталықтың негізгі міндеттері болып, адам саудасының құрбандарына өмір сүруге ыңғайлы, қолайлы жағдай жасау үшін барынша қызмет атқарылады. Яғни жаңағы айтып өткендей құжаттандыру, медициналық қызметтер, құқықтық қызметтер көрсетіледі. Осы орталықтың қабылдау бөлімі негізінде 2020 жылы 39 адам тіркелсе, келіп түссе, мысалы орталыққа 2021 жылы осы орталыққа 12 адам саудасының құрбандары тіркелді. Біздің юристтер адам саудасының құрбандарына толығымен қолдау жүргізеді. Осы адам саудасының құрбандарының ең басты қиындылығы бұл адам саудасының құрбандары бостандыққа шыққан кезде дереу полиция органдарына хабарласпай, келешекте бұл тергеушінің мәліметтер, дәлелдер жинауына қиындық келтіреді. Зорлық, зомбылық көрген әйелдермен жұмыс жасаймын, олардың балаларымен қандай жұмыстар өтеді. Диагностика жасаймын, консультация жасаймын. Қандай кезінде олар қателік жасады, соның бәрін түсіндірем. Олар түсінгеннен кейін өздеріне қорытынды шығарады. Айтып келіп, рахмет айтатын да кісілер болады.